екі түрі болады. D2 және D3 деген түрі болады. Сіздер осы D3-ді ішесіздер. D2 деген бұл эргокальциферол. Эргокальциферол бұл өсімдіктерден алынады. Яғни көкөніс, жеміс-жидек, дәнді дақылдар, солардан алып отырамыз бұларды. Ал мынау D3-ді біз 20% тамақ және дәрі арқылы алатын болсақ, препараттар арқылы витамин ретінде сіңіреміз. Ал 80% жағдайда ол теріге күн сәулесінің әсер етуі арқылы өндіріледі. Сіз D3-ді ішесіз, сосын ол бауырға барады. Бауырға барғаннан кейін ол гидроксил тобы алады. OH деген гидроксил тобымен байланысады осымен. Содан кейін ол 25 OH D3 деген формулаға ие болады. Біз осыны анализ арқылы тапсырамыз, сосын деңгейін қараймыз. 20-ға дейін ол дефицит болады. Әр қарай 20-дан 30-ға дейін низкий болғаны деңгейі. И 30-дан бастап 60-ға дейін ол норма. Кейде 70-ге дейін деп береді кейбір ақпараттық жүйелерде. Енді қараңыздар, бауырда мынау түзілді. Енді бұл қашан сіңеді? Осы 25 OH D3 деген барады да бүйрекке барады. Сол бүйректе тағы бір OH топпен қосылады, группамен, гидроксилмен группамен қосылады да, ол 25 OH D3 деген формулаға ие болады. Бұны кальций триол деп атаймыз. Бізге осы кальций триол керек. Бұл не үшін керек? Бұл кальцийді сіңіру үшін керек. Түсініңіз, е? Кальций триол, кальций жақсы сіңіру үшін керек. Сонымен қатар иммунитетті көтеру үшін керек. Иммундық жүйені, репродуктивті жүйе керек, яғни босана алмай жүргендер, жүктілікті жоспарлап жүргендерге міндетті түрде D3 препаратын қабылдау керек деген сөз. Одан кейін ұйқы безіне әсер етеді. Яғни сахар, сонымен қатар панкреатит бар кісілерге де қажет, нерв жүйесіне әсер етеді. Жалпы D3-дің біздің клеткаларымыз үшін маңызы өте зор. Сондықтан да міндетті түрде анализ тапсырып, D3-дің деңгейін анықтап отыру керек.